Құрметті ұбт-ға дайындалып жатқан түлек. Қара. Мынау Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан міне осы кітаптар, Қазақстан тарихынан осы сұрақтар ұбт базасында келеді және осы кітаптар бойынша ұбт сұрақтарын құрастырады. Бірақ өкінішке орай әр кітапта әртүрлі жазылады және де мен сіздерге міне 8-ші сыныптың Қабылдиев деген кітабы және де 8-ші сыныптың Омарбеков деген кітаптыға салыстырамын. Және де бұл жерде бір-біріне сәйкес келмейтін ақпараттар бар. 8-ші сыныпты міне Қабылдиев деген кітапта 1836 жылы Жанғожа жауынгерлермен бірге Хиуа әскерлеріне қарсы күреске шығып, олардың ірі бекініс қамалы 5 қаланы тас талқан етіп жеңді дейді. Бұны 36 жыл тұр. Енді мына кітапқа назар аудара ғой. Мына кітапты бүйтіп жазылып тұр. 1842 жылы күзде Жанғожа батырдың жасағы хиуалықтардың 5 қала бекінісін талқандады дейді. Математикада математик теориялар өзгермейді. Химияда химиялық элементтер өзгермесе, өкінішке орай Қазақстан тарихында әр кітап әртүрлі жазылады және де осы оқушылар шатастырады. Және де біз қазір 6-ші сыныптың Байкина деген кітабы және де 10-ші сыныптың Жандосов деген кітапты салыстырайық. Екеуі де ұбт базасына келеді және екеуі де ұбт базасы бойынша сұрақтар құрастырылады. 6-ші сыныптың Байкина деген кітабында бүйтіп жазылған. Мұхаммед Хайдардың деректеріне сәйкес, Қасым хан 1518 жылы Сарайшық қаласын дүние салып қайтыс болды және сол жақта жерленді деп тұр. Енді 10-ші сыныптың Жандосова деген кітабына сәйкес, мен мына жақта қара ғой, 1519 бен 20-шы жылдары әскери жорықтар кезінде Қасым хан ноғайларға бірнеше рет желініске ұшыратты дейді. Енді осы жерден біз кітап оқитын оқушы шатасады да. Қасым хан 1518 жылы қайтыс болса, 1519 бен 20-шы жылы не үшін әскери жорық жасап жатыр? Осында қай жылы қайтыс болды деген сияқты ақпараттар оқушыларды шатастырады. Міне. Так что осындай моменттер Қазақстан тарихынан жетерлік. Енді қараңыздар. Әлбетте, Қазақстан тарихының кітаптарын алған дұрыс. Ол кітаптарды апелляциялық сұрақтарға, жаңағындай бір сәйкес келмейтін мәліметтерді тексерген дұрыс та. Кейбір оқушылар живой кітаптарды ала алмайды, немесе кітапханаларында жоқ, немесе бір алыс аудандар мен ауылдары тұрады, который Каспийдан ала алмайтын. И кейбір оқушылар кітапты живой оқыса, басқа бір оқушылар бұл кітапты электронный түрде оқиды. Енді қараңыздар, мынау 10-ші сыныптың Жандосов деген кітабы, бұл шынайы кітап, міне материалды кітап, мен мұны қолмен ұстап тұрмын. Енді осы кітаптың құрметті оқушылары, мен 13-ші бетін ашайыншы. 13-ші бетін ашайын. 13-ші бетін ашсақ, міне 13-ші бетте Жандосовтың кітабы 13-ші бет жазылған. 1862 жылы Радлов Алтайдағы мұздықтарға, қорғандарға қазба жұмыстарын жүргізумен Қазақстанда ең алғаш археолог қазба жұмыстарын жасады деп тұр. Міне 1862 деп тұр. Радлов 1862. Енді дәл осы кітаптың электронный версиясын арайық. Міне электронный версиясы. Міне, пожалуйста. Тоже 13-ші бет. Дәл осы кітап. И бұл кітапты қараңдар. 1826 деп тұр. Енді оқушы шатасады. 1826 ма, 1862 ма деп. Қайсысы дұрыс? Екеуі бір кітап, бір баспа. 26-62, 1826-62. И біз курстың кезінде айтамыз, оқушылар, Радлов 1862-де қазба жұмыстары жасаған, 1826 жылы жасамаған деп. Міне, қараңыздар, Қазақстан тарихынан осындай өкінішке орай бізде қателіктер кетіп жатады.